Махаббат бар жерде. Бүгінгі күннің ең ғажап әңгімелерінің бірі әйел мен үш қария жайлы хикая. Бір күні бір әйел үйінен шығып, есік алдында сақалдары әппақ, ұзын үш қарияның отырғанын көреді. Ол оларды танымайды. Әйел сыпайы түрде: "Сіздерді танымаймын, бірақ аш боларсыздар, үйге кіріп тамақтанып алыңыздар", дейді. Қариялар сұрайды: "Үй иесі үйде ме?" Әйелі жауап береді: "Жоқ, ол сыртта". Сонда олар: "Онда біз кіре алмаймыз", деп жауап береді. Кешке күйеуі үйге оралғанда, әйел оған болған жайтты айтып береді. Күйеуі қуанып: "Бар да, оларды үйге шақыр", дейді. Әйел қайта шығып, оларды үйге шақырады. Бірақ қариялар: "Біз үшеуіміз бір үйге кіре алмаймыз", дейді. Әйел таңданып: "Неліктен олай?" деп сұрайды. Сонда бір қария түсіндіреді: "Менің атым Байлық", деп бір досын нұсқайды. "Ал мынау табыс, ал мен махаббатпын. Қазір сен ішке кіріп, күйеуіңмен кеңес, қайсысымызды үйге шақырмақсыңдар?" Әйел ішке кіріп, күйеуіне бәрін айтып береді. Күйеуі қуанып: "Қандай тамаша! Егер таңдау бізде болса, Байлықты шақырайық. Үйіміз толы байлыққа кенелсін". Бірақ әйелі келіспей: "Қымбаттым, неге табысты шақырмасқа?" Бұл әңгімені ұлы мен келіні естіп тұрған болатын. Келіні үн қатып: "Ал неге махаббатты шақырмасқа? Үйіміз махаббатқа толсын". Күйеуі ойланып: "Келініміздің айтқаны жөн сияқты. Бар да, махаббатты шақыр", дейді. Әйел қайта шығып, үш қариядан сұрайды: "Қайсысыңыз махаббатсыз? Сізді қонақ болуға шақырамыз". Сонда махаббат орнынан тұрып, үйге қарай беттейді. Артынан Байлық пен табыс та ереді. Әйел таң қалып: "Мен тек махаббатты шақырдым, ал сіздер неге ересіздер?" деп сұрайды. Сонда екеуі жауап береді: "Егер сен Байлықты немесе табысты шақырсаң, қалған екеуіміз сыртта қалар едік. Бірақ сен махаббатты таңдадың. Қайда махаббат болса, сол жерде Байлық пен табыс та бірге жүреді". Абдулахат Сманов.